Шымкент қаласы бойынша 29 жасқа толмаған жұмыс істейтін жастарға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін пәтерлерге өтініш тапсыру үшін міндетті түрде сізде Шымкент қаласы бойынша 2 жыл тұрақты тіркеудің прописка деп айтамыз ғой. Шымкент қаласында 2 жыл бойына сіз пропискада тұрған болуыңыз керек. Және де соңғы 6 ай ішінде сіздің тұрақты жұмысыңыз болуы керек. Ол кез келген сала бойынша бола береді. Мәдениет, спорт, басқа да жеке қызметтер. Және бұл байқауға қатысудың тағы бір талабы, сіздің белгілі бір банктен, отбасы банк болсын, Жусан, Халық, Каспий, осы Қазақстандағы банктердің біреуінен ашылған жеке счетыңыз, жинақ счетыңыз, яғни депозиттің болуы міндетті. Байқаудың нәтижесі өтініш берген кісілердің балдық нәтижесіне сәйкес жүргізіледі. Кім жоғары бал алады, сол кісілер пәтерге ие болады. Бұл жалға берілетін пәтер 5 жыл көлемінде беріледі. Төлемі, яғни оплатасы сіз алған пәтердің шаршы метріне, квадрат метріне қарай есептеледі. Бұл жұмыс жасайтын жастарға беріліп жатқан жеңілдік десек болады. Себебі бұл жердегі айлық төлемақы өте төмен деңгейде шығады. Сіз бұл 5 жыл көлемінде арендный жүйелерде жалға алған пәтерде тұру арқылы сіз өзіңіздің депозитіңізге немесе белгілі бір ипотекамен өз үйіңізді, пәтеріңізді алуға, жинақ счетыңызға ақша жинай аласыз. Соған арзан арендаға беру арқылы сізге мүмкіндік жасалып отырған мүмкіндік десе болады. Сіз тапсыратын құжаттар тізіміне сіздің жұмыс орныңыздан анықтама, сіздің жоғары біліміңіз бар екендігін растайтын, яғни дипломның скан варианты, жұмыс орныңыздан қай уақыттан бері қандай лауазымда жұмыс атқарасыз, ұйымның, организацияның мөрі арқылы, печати арқылы, исходящий номері арқылы анықтама аласыз. Сол анықтаманы саласыз. Және де сіздің айлық табысыңызды растайтын анықтаманы да жұмыс орныңыздан аласыз. Және бұл байқаудың, арендалық үйдің тағы бір шарты, сіздің соңғы 6 ай көлемінде алған айлығыңыз 40 айлық көрсеткіштен төмен болмауы керек. Айлығыңызды растайтын анықтама аласыз. Және еңбек өтіліңізге, еңбек ақыңызға сәйкес сіздің зейнетақы қорына ай сайын түсетін белгілі бір суммадағы пенсионкаңызды растайтын egov.kz сайтынан немесе НПФ-тің арнайы сайтына жеке кабинетіңізден 6 айлық пенсионкаға анықтамаласыз, оны да саласыз. Және де сіздің белгілі бір жұмыс салаңызда жеткен жетістіктеріңіз, марапат қағаздарыңыз болса, оны да көрсетуге болады. Және сіздің отбасыңыздың растайтын, отбасы мүшелерінің тұрмыс құрғаныңызды, отбасы құрғаныңызды растайтын неке куәлік және балаларыңыздың туу туралы куәлігінің скан вариантын салсаңыз болады. Және де сіздің арнайы депозитіңізді бар екенін растайтын банктен депозит счет туралы және депозитіңізде қанша ақша бар екенін көрсететін банктың мобильді қосымшасынан анықтаманы алып қыстырсаңыз, прикрепить етсеңіз болады. Бұл жерде арендалық үйге өтінім беруде бал қалай есептелінеді? Сіздің еңбек өтіліңізге, стажыңызға және отбасының мүшелеріне, отбасын құрған жылдарыңызға, балалардың санына бал есептеледі. Және де сіздің депозитті ашқан әрбір жылыңыз ол да бал болып саналады. Кім жоғары бал алады, осы белгілі бір көрсеткіштер бойынша сол кісілердің арендалық үйді алуға, жалға алуына мүмкіндігі жоғары болады. Кезекте KZ сайтына кіретін кезде электронды цифрлық қолтаңбадан басқа сіз бұл сайтқа арнайы регистрация, яғни тіркеу жасау керексіз. Электронды цифрлық қолтаңбаның құпия сөзін, яғни паролынан басқа сайтқа регистрация жасап, сайтқа кіретін арнайы пароль қоясыз.
сіз бұл жерге электронны цифрлы қолтаңба арқылы және SMS код сіздің номеріңізге келетін код арқылы да сайтқа кірсеңіз болады. Сайтқа қалай регистрация жасаймыз? SMS-ті қолдану арқылы немесе электронны цифрлы подписті қолдану арқылы сайтқа регистрация жасауға болады. Егер SMS арқылы жасайтын болсаңыз, сіз арнайы соглашениеге сайттың жұмыс жасау ережесіне қол қоя отырып, сіз сайтқа регистрация жасайсыз. Қараңыз, SMS арқылы жасауға сіз өзіңіздің телефоныңызды және иініңізді енгізесіз. Сайттың арнайы ережесі мен шарттарымен таныстым деген жерге арнайы белгіні қоясыз және дале батырмасын бассаңыз, сіз ары қарай регистрацияның келесі этапына өтетін боласыз. Одан кейін номеріңізді подтверждать етесіз және емейліңізді, электронный почтаңызды жазасыз, верификациядан өтесіз және парольді қоясыз. Бұл парольмен сіз кезекте алдағы уақытта кіретін кезде электронны цифрлы қолтаңбаны таңдағаннан кейін осы жолы қойған пароліңізді енгізу арқылы сайтқа кіре бересіз. Ключті таңдағаннан кейін сізден кілттің құпия сөзін енгізуді сұрайды. Сіз өзіңіздің қолтаңбаңыздың құпия сөзін енгізесіз де окей батырмасын басасыз. .kz сайтына сіз электронны цифрлы қолтаңбадан бөлек телефон номеріңіз бен ЖСН жеке салық номеріңіз, яғни орысша иін деп айтады, сол арқылы да кіруге болады. Телефон номеріңізді енгізесіз. ЖСН енгізгеннен кейін сіздің көрсеткен телефон номеріңізге 6 санынан тұратын код келеді. Кодты енгізесіз. Сіз кезекте KZ сайтының главный страницасына кіресіз. Номерменен иінді енгізгеннен кейін сізден растау коды, телефонға жіберілген кодты сұрайды, енгізіп сайтқа кіре бересіз. Кезекте KZ сайтқа регистрация жасап біткеннен кейін личный кабинет, жеке кабинет басамыз. Сіз жеке тұлға, физический лицо ретінде кіресіз. Байқауға өтінім беру үшін файлдан ECP-ны таңдау, яғни электронды цифрлы қолтаңбаны таңдау. Сіз таңдайсыз осы жерден, қай жақта сақтасаңыз сол жақтан. SMS код арқылы немесе электронды цифрлы қолтаңба арқылы кезекте KZ сайтына кіргеннен кейін жеке кабинетіңізге сізде главный страница ашылады. Жекешелендіру, жастар, аманат, шаңырақ, қандай программаға, бағдарламаға, қай сала бойынша сізге керек, жұмыс жасау керек, соны өзіңіз таңдайсыз. Бізге жұмыс жасайтын жастарға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін пәтерге өтінім беру үшін біз жастар деген бөлімді басамыз. Бұл жерден сіздің бұрын бермеген заявлениеңіз болса, жаңадан заявление беру үшін добавить кнопкасын басамыз. Заявлениені добавить басқаннан кейін сізде бірнеше шартты орындайтын страница ашылады. Ол жерде сіздің жеке данныйларыңыз, Шымкент қаласындағы тұрғын үй басқармасы, сіздің отбасы жағдайыңыз, жұмыс орныңыз және бағдарламаның шарты бойынша сізде міндетті түрде жинақ счеты болу керек, яғни жылдар бойына ақша жинаған депозитіңіз болу керек. Әр шартты орындау арқылы сіз өзіңіздің қажетті құжаттарыңызды салып отырасыз. Өтінім беру, яғни добавить заявку кнопкасын басқан кезде данные о заявителе, яғни сіз туралы сіздің иініңіз, номеріңіз, барлық данныйыңыз шығады. Одан кейін рабочий орган дегенде Шымкент қаласы бойынша тұрғын үй басқармасы, ваша специальность, бұл жерде сіздің мамандығыңыз, жұмыс салаңыз, сведения о членах семьи дегенде сіздің отбасы мүшеңіз. Егер сіз отбасын құрған, тұрмыс құрған, балалы жан болсаңыз, сіз өзіңіздің балаңыздың бар екендігін дәлелдейтін, яғни балаларыңыздың туу туралы куәліктерінің скан вариантын саласыз және неке қию туралы куәлікті саласыз. Себебі бағдарламаның шарты бойынша сіздің отбасы құрған әр жылыңыз, бала саны барлығы балға есептелінеді. Сведения о место работы, яғни жұмыс орныңызды BIN арқылы, жұмыс организацияның BIN арқылы
көрсетесіз, себебі сіздің жұмыс өтіліңізді растайтын құжатты саласыз. Сіздің жұмыс әрбір стажыңыз, жылыңыз, жұмыс өтіліңіз, ол да балл болып есептелінеді. Сведения о сберегательном счете, яғни жинақ есеп счеты, яғни депозиті туралы анықтама. Бұл анықтаманы сіз қай банкте ашқан депозитіңіз бар, сол банктің мобильді қосымшасы арқылы немесе банкке бару арқылы сіз өзіңіздің жеке депозитіңіз туралы ақпарат ала аласыз. Ол жерде сіздің депозиттегі сумаңыз, қанша ақша бар және қай жылы ашылғандығы туралы ақпарат болады. Бағдарламаның шартына сәйкес сіздің депозитті ашқан әрбір жылыңыз тоже балға есептелінеді. Одан кейін келесі, далее әрбір пунктті орындағаннан кейін далее батырмасын, яғни келесі деген батырманы басу арқылы сіз келесі шаққа өтіп отырасыз. Егер сіз дұрыс толтырмасаңыз, сайттың талабына сай немесе қажетті құжатты енгізбесеңіз, сізде красный жанып келесі шаққа өте алмауыңыз мүмкін. Проверка данных заявителя сіздің жеке мәліметтеріңізді тексереді. Одан кейін документы и заявление деген шарт болады. Сіз әрбір пунктті орындап біткеннен кейін, барлық осы жерде көрсетілген пункттің барлығын толық орындап біткеннен кейін, сіз ең соңында SMS-код арқылы немесе электронды цифрлы қолтаңбаңыз арқылы подписать етіп заявлениеңізді жібересіз. Осы кезекте KZ сайты арқылы өзіңіздің жіберген заявлениеңіздің статусын мои заявления бөлімінен көріп отырсаңыз болады.